Біз лавр жапырағын тағамға өзіндік дәм, иіс беретіндігі үшін қосамыз. Ал оның үй жағдайында басқа да пайдалары бар екенін ескермейміз. Кептіргеннен кейін ол өзінің барлық емдік қасиетін құрамында сақтайды. Оны жабық ыдыста, құрғақ жерде сақтаған жөн. Майдаланған лавр жапырағының 2 ас қасығын 200 грамм қайнаған суда 2-3 сағат тұндырып, дайын тұнбаны құлаққа тамысы ауырғанын басып, аққан сұйықтықты тоқтатады. Ал диабет ауруы кезінде 10 дана лавр жапырағын термосқа салып, 3 стақан қайнаған су құйып, 2-3 сағат тұндырады. Суын сүзіп алып, асы ішерден 30 минут алдын күніне 3 мезгіл қабылдау керек. Осы процесті 2 апта бойы жүргізіп, 2 апта демалыстан кейін тағы да қайталау қажет. Алғашқы 2 апталықта ағзадағы көмірсулар айналымы едәуір жақсарып, қант мөлшері қалыпқа келеді. Гайморитпен ауырғанда мұрынға лавр жапырағынан алынған майдың бір тамшысын тамызса, тыныс алу жақсарады. Сондай-ақ 10 дана лавр жапырағын 1 литр суға салып, бір қалыпты отта 5 минут қайнатып, оттан алған соң сол қайнатпаның буымен 5 минуттай тыныстау да гайморит кезінде жақсы көмектеседі. Лавр жапырағын іші өтеп ауырғанда ішті қатыру үшін де ішуге болады. Стоматит кезінде жас лавр жапырағын шайнау керек. Құрамында эфир майы мен хош иісті заттар мол болғандықтан лавр жапырағы туберкулездің де алдын алады екен. Сондай-ақ лаврда рак, псориаз, диабет секілді дерттерді емдеу үшін де пайдаланады. Тері ауруы мен сырқаттанғанда лавр тұнбасын ішу керек, ал ревматизм мен буыны, белі ауыратындар осы тұнбаға сірке қышқылы мен бал қосып ішкені жақсы. Оны дайындау үшін 5 грамм, лавр жапырағына 300 грамм су құйып 5 минут қайнатады. Содан кейін оны термосқа құйып алып, 4-5 сағат тұндырып қояды да, сүзіп күні бойы 1 ас қасықтан ішеді. Келесі күні де тұнбаны осылайша дайындап 1 ас қасықтан ішу керек. Тұнбаны 3 күн қатарынан ішкеннен кейін 2 апта демалып, 8 күндік курсты қайтадан бастаған дұрыс. Лавр жапырағы ағзада жиналған тұзды шығарады. Ол үшін 20-30 дана лавр жапырағына 2 стақан қайнаған су құйып 5 минут қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң қайнатпаны термосқа сүзіп құйып 3-4 сағат тұндырыңыз. Дайын болған қайнатпаны 12 сағат бойы ұрттап ішіп отыру керек. 30 дана лавр жапырағын майдалап, ұнтақтаңыз да 10 ас қасық бал қосып үстінен 1 литр су құйып қоймалжың болғанша қайнатыңыз. Дайын болған тұнбаны сүзгіден өткізіп, жатар алдында 2-ден 1 бөлігін ішсеңіз, бауырдың исінгенін басады. Қайнатпаны тоңазытқышта сақтауға болады. Ал аяғыңыздың сіңірі тартылып маза бермесе, онда лавр жапырағын ұнтақтаңыз. Оның 50 граммына 250 мл тазаланбаған өсімдік майын қосып, жақсылап араластырыңыз. Қоспаны қараңғы жерде 2 апта қоясыз. Белгіленген күннен соң дайын болған қоспаны ауырсынған жерге жақсаңыз, көп уақыт өтпей-ақ оң нәтижесін байқайсыз. Ал лавр жапырағының зиянды тұстарына келер болсақ, оның ең бірінші кері әсері аллергия тудыруға бейімділігінде. Сондықтан да аллергиясы бар адамдар оны емделу үшін немесе тағамға қосып пайдаланғанда абай болғаны жөн. Сондай-ақ емізулі аналар да лавр жапырағына үйір бола бермегені абзал. Ал жүктілік кезеңде лавр жапырағын мүлде тұтынбаған дұрыс. Себебі ол жатырдың белсенділігін арттыратын қасиетке ие. Соның салдарынан жүктілік кезеңі уақытынан бұрын тоқтауы, яғни түсікке әкеп соқтыруы ықтимал. Бүйрек, бауыр мен жүрек ауруларына шалдыққанда да бұл өсімдік жапырағынан бас тартқан жөн.